Жиренше ханның үйінде отырыпты. Бір адам сыйға бір қаздың етін беріпті. Сосын хан жиреншеге былай депті: сен сөзге де шеберсің, әр нәрсені жасауға да шебер шығарсың. Осы қаздың етін мен, ханым, екі ханзада, екі ханыкеймен бірдей қылып бөлші депті. Сосын жиренше ойланбай пышағын қалтасынан суырып алып, басын кесіп алып, ханға былай депті: сіз әрі хансыз, әрі халықтың басысыз. Бұл басты сіз жемегенде кім жейді депті. Екі аяғын кесіп алып, екі ханға береді. Сіздер атаңыздың ізін басасыздар, хан боласыздар депті. Екі аяғын беріпті. Екі қанатын кесіп алып, екі қаныкейге береді. Сіздер жат жұртқа барарсыздар, осы қанатпен ұшып келесіздер депті. Ал қаздың көт жағын ханымға былай депті: сіз әрі ханымсыз, әрі бәйбішесіз. Бұл қаздың жаясы, бұл жайлы сіз тұрғанда кім жейді депті. Сосын жиренше былай депті: мен бас жейтін хан емеспін, мен жая жейтін ханым емеспін, мен аяқ жейтін ханзада емеспін, мен қанат алатын қаныкей емеспін, маған қаздың ортасы да жарайды деп, қаздың бар етін үйіне алып кетіпті.